Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Очкиімді тағып алып, бүгін бала шағымды алдыма салып алып циркке шықтық. Мен бұрын бала кезде ойлайтын очкиді деген жазда ғана тағады деп. Сөйтсе қыста да тағатын очкилер болады екен ғой. Күннің шағылысқанынан, қардың шағылысқаны вообще көзіңді ауыртады екен ғой екеуі бірге. Соны 26 жасымызға келіп енді біліп жатырық, айналайындар. Мына қыстың 20-25 градусында бұл цирк неғып жүр біздің ауылда білмедім, әйтеуір келген екен, көңілін қалдырмай барайық деп шықтық. Мына көршіміздің үйіне барып такси күтіп, сол кісі өзі біздің ауылымыздың администрациясы ғой, бәрін сол үйден табуға, сол кісіден бүкіл информацияны алуға болады. Сонымен сол кісінің үйіне барып такси күттік. Күткен таксиіміз келіп, ішіне толып отырып алғансың ғой. 6 адам болып, бала шағамыз бар, өзіміз бар, көршіміз бар. Сонымен циркке де жеттік, улап-шулап. Эльдорадо деген цирк екен, шелковый путь деген программамен. Көршім айтып қойды да маған, мыналардың бәрі орыстар екен, жұмысшыларына дейін деп қойды ғой. Екеуміз қай бір цирк көрдік, соларды әңгіме қылып отырдық. Бала шаға қызық көрсін деп барғанбыз ғой негізі. Бізді қазір мына 21 ғасырда ештеңемен таңғалдырамайсың ғой, балаларды таңғалдырмасаң. Көршім айтып қойды, мыналардың ішінде бір қазақ жоқ қой. Бәрі орыстар екен, деп қояды ғой. Мен айтамын да, біз қазақтар мұғаліммен дәрігерден басқа мамандыққа түспейміз де ғой өзіміз деп жатырмын да, енді ғой кішкене тарап, автоэлектрик, қандай басқа да мамандықтарға түсіп жатқандары. Сонымен өнерлері жақсы екен, тамашалап мәз болып қарап отырдық. Әйтеуір Құдай сақтасын, бісміллә деп иманымызды үйіріп отырдық қой, мыналардың қолындағы заттар ұшып кетпесе екен бетімізге бұл жетіп деп. Сонымен екінші номерде мына қыздар шыққан ғой. Шетен түсіріп алуға тырыстық енді. Саламыз ғой ютубқа сіздерге деп. Сонымен мына индийский номерде қызымыз жылан көрсетті, крокодил көрсетті. Ол ерінда мына аппақ ящиктің ішінен бір нәрсе алып шықты. Не нәрсе екенін білмеймін енді. Иісі деген әлемнің жарығы болып кетті ғой мына жерде. Сонымен осы бір қыз шықты, фигурасы ат екен деп қоясың ғой. Қыз басымызбен қарап отырып қой. Арайланып, берайланып, жоғарыда өнерлерін көрсетіп кетті. Ішінде осындай бір қазақша көрініс бар екен. Барынша айғайлап, қолдау білдіріп, мәз болып қалдық қой, мәссаған деп. Орыстардың ішінде өзің қазағыңды көрсең қуанып бітеді екенсің ғой. Бұл кісілердікі де өнер екен кәдімгідей, қазақша өлеңмен, қазақша киіммен махаббат сценасын құрды. Қысқа нұсқа түсіріп алып едім, сіздермен бөлісемін деп. Осы видеомыздың соңына да келіп қалдық. Келер жолымыз түсірдік қой, қайтар жолымызды түсірмедік, өйткені қайтқанымыздың өзі бала шағамен бір концерт болды. Барлығы шаршап, ұйықтап, машинада тоңып, одан қалса. Сонымен әйтеуір үйімізге улап-шулап жеттік. Давайте, барлығыңызға рахмет.